Орыс жазушысы Иван Бунин адамды үш нәрсе бақытты етеді: махаббат, сүйікті жұмыс және саяхат деген екен. Шынымен де классиктің пікірі талас тудырмайды. Акрос The Kazakhland бағдарламасының жүргізушілері Антон Дукровец пен Жұлдыз Рахмет еліміздің ұлан-ғайыр даласына саяхатын жалғастырады. Өткен бағдарламамызда біз 2000 жылдық тарихы бар Тараз қаласында болдық. Көне Тараз ашық аспан астындағы мұражайына бардық. Қазақстан аумағындағы ең алғашқы ислам мешітін таптық. Сондай-ақ тың археологиялық деректер жайлы білдік. Известие об этом городе есть первом века до нашей эры. Бұл қала жайлы мәліметтер біздің ғасырға дейін бірінші ғасырдан бастап кездеседі. Китайский историк, есть такой Хань Ханьшу, исторические записки. Тарихшы Баньгудың Хань Шу жазбаларында ғұндардың басшысы Джи Долой Чен қалашығын салды делінген. Долой Қытай тіліндегі талас өзені сөзі, ал Чен қала дегенді білдіреді. Это китайский транскрипция река Талас. А Чен по-китайски город. Тараз қаласына тым болмағанда бір рет саяхаттаған жөн деп санаймыз. Бұл демалыс күніңізді тиімді өткізетін айрықша саяхат болатындығына сенімдіміз. Тараз 10-12 ғасырларда өте қарқынды дамыды. Ол кезде шаһар Қарахан мемлекетінің астанасы болатын. Орта ғасырларда қала өткен керуендерден салық жинап, мәдениет пен өнерді дамытты. Бүгінгі бағдарламамыз мазмұнды әрі тың ақпараттарға толы болмақ. Түсірілім тобы Антон Дукровецпен бірге Бектау ата шатқалына аттанады. Біздің қатарымызға қосылыңыз. 25 минут көзді ашып жұмғанша өте шығады. Бастысы, тың ақпараттарға қанық боласыз. Орталық Қазақстан табиғат байлықтарының кені. Бұл жер еліміздің жүрегі. Оның аумағы 400 мың шаршы шақырымға жуықтайды. Мұнда әлемдегі ең ғажап әрі үлкен көлдердің бірі Балқаш. Көрікті Қарқаралы таулы ормандары. Тау туризмін ұнататындар үшін Ұлытау жотасы бар. Жақында жүргізілген зерттеулер нәтижесінде Ұлы Жібек жолының негізі күре тамыры Сарыарқа арқылы өткені белгілі болды. Бұған Үндіқытай мен Орталық Азиядан табылған деректер дәлел бола алады. Аймақтың жылдан жылға шетелдіктер, атап айтқанда еуропалықтардың арасында танымалдылығы артып келеді. Олар тіпті осындай ұлан-ғайыр жер турасында таңданыспен айтады. Салыстырар болсақ, Сарыарқаның аумағы бүтін бір Испания мен Ұлыбританияның аумағына тең. Қазақстанға саяхаттайтын туристер көптеген қызық ақпараттарға қанық болады. Атап айтсақ, көнеден келе жатқан мәдениетімізбен танысу мүмкіндігі бар. Ол үшін туристер көбіне киіз үйде тұрып, жергілікті ұлттың салт дәстүрімен толықтай танысу мақсатында қашықтықтағы ауылдарға барады. В центральном Казахстане у нас, допустим, замечательные объекты. Да, это вот Баянауыл, Каркаралинск. Орталық Қазақстанда Баянауыл, Қарқаралы және Артау таулары сынды көрікті жерлер бар. Скажем так, даже ландшафтно интересное место. Это родина Сәкен Сейфуллина. Артау тауларына ландшафттық тұрғыда ғана баға беру жеткіліксіз. Бұл жер Сәкен Сейфуллиннің туған жері. Осы аймақта ақынның ата-анасының қыстауы, жайлауы болған. И горы Артау, и вот поселок этот Артау. Горы Артау, они вообще уникальны по своей структуре. Мұнда оған арналған ескерткіш те бар. Сонымен қатар Қарлақ лагерінің оңтүстік жақ шеті де осы жерден аяқталады. Южные были остатки лагеря Карлак. Біздің түсірілім тобымыз Антонмен бірге бірнеше күннен бері орталық Қазақстанды зерттеп жүр. Бүгін Антон Балқаш көлінің жағасында. Бұл жер бір қарағаннан адамды тамсандырып қайта оралуға құштарлығын оятады. Работая в городе, всегда хочется найти какую-то отдушину. То есть всегда хочется убежать из мира винтика. Қызу жұмыстан көңіл бөлетін бір алданыш іздейміз. Қаладағы қарбалыс тіршіліктен қашып, табиғат аясына кеткіміз келіп тұратыны да белгілі. Районов в Казахстане, ну и вообще в Азии. И для меня, скажем, мен үшін таулар көңіл жай табатын мекен. Өзім Қазақстандағы, жалпы Азиядағы көптеген таулы аймақтарда бірнеше рет болдым. Мен үшін табиғат аясына шығу, оңашада қалу, қызық кадрлар іздеу, ең әрісі жанның тыныштығы. То есть это там, где ты отдыхаешь, где отдыхает душа.
Туристер мұнда жағалауда демалу үшін ғана келмейді. Балқаштың басты байлығы Бектау ата шатқалы. Қазақ тіліне аударғанда Бектау ата есімді қасиетті ақсақал мағынасын білдіреді. Бектау ата Балқаштан 70 шақырым қашықтықта жатыр. Жолға 1,5 сағат кетеді. Ну что ж, а наше путешествие продолжается. Саяхатымыз жалғасуда. Міне, Бектау атаға да келіп қалдық. Жазық жерлерде далада орналасқан жалғыз ғана жота. Бұл жер Балқаш қаласы мен көлінен небәрі 70 шақырым қашықтықта орналасқан. Бұл жерде құтты бір айдаһар қазынасын қорғап жатқан сияқты. Күнде салқын. Әрине, бұл жер ақ сораң емес, дегенмен жылы киінген жөн. Сәттілік тілеп қойыңыздар. Но все-таки стоит поднадеться. Фух. Бізді әлеуметтік желілерде Акрос The Kazakhland хэштегі арқылы таба аласыздар. Суық, суық. Жаз, дала. Мына жердің ауасы ыстық болуы тиіс секілді. Алайда мұнда ылғи жел соғады. Сондықтан жылы киіну керек. Ал осында қонуды жоспарласаңыз, міндетті түрде жылы киім алыңыз. Сонымен қатар ауыз суды да ұмытпаңыз. Благодаря вот сейчас нынешней, может быть, программе государства, либо еще каким-то направлениям. Қазіргі саясаттың арқасында президент бағдарламаларының аясында туризмге зор сенім артылып отыр. Сондықтан оны дамытуға ерекше көңіл бөлінуде. Как долго? Ну, не быстро. Не быстро точно, потому что әрине, бұл үшін әжептәуір уақыт қажет болады. Өйткені бұл сала көп ресурстық қажет етеді. Дегенмен, қазақстандықтар да шетелдіктер де туристік жерлерімізді тамашалауға қызығушылық танытуда. Жыл сайын бұл көрсеткіш артып келеді. Ол бізді қуантып отыр. Растет, больше и больше становится. Это очень прекрасно. Конкурс жайында тағы да естеріңізге саламын. Қазақстанның кез келген өңіріне жасаған саяхатыңыздың суретін Акрос The Kazakhland хэштегімен Инстаграмға салыңыз да бағалы сыйлықтар ұтысына қатысыңыз. Өз мүмкіндігіңізді жіберіп алмаңыз. Бектау ата шатқалының климаты жанға жайлы, флора мен фаунаға да бай. Қарағандыға баратын негізгі жолдан шатқалдың төбесі ғана көрінеді. Дегенмен уақыт бөліп тауға барған адамды қандай тосынсый күтіп тұрғанын автосаяхатшылар елестете де алмас еді. Мұнда кең даланың қақ ортасында кішігірім орман, емдік су және тылсым үңгірлер бар. Солардың бірі Әулие тас. Ол жерге барудың өзі оңай емес. Тікенекті бұталар жағалай орналасқан тар өткелмен көтерілу керек. Егер бұл өткелдерден өтсеңіз, сізді ғажайып табиғат көрінісі қарсы алады. Үңгір тереңдігі 30 метр, қақ ортасында көлді еске салатын су бар. Ғылым мұны бұлай түсіндіреді. Үңгірдің жоғары бөлігін күн қыздырады. Іші салқын, сондықтан конденсат пайда болады. Яғни су қабырғалар бойымен жиналып, көлшікке айналады. Дегенмен бұл құбылыс бойынша жергілікті халықтың өз айтары бар. Вот такая вот интересная пещера. Бектау ата тауында міне осындай тылсым үңгір бар. Мұнда аңыз бойынша жоңғар шапқыншылығы тұсында Атабек атты әулие ақсақал жасырыныпты. Оның жоңғарларға не себепті керек болғаны белгісіз. Тұрғындардың айтуынша әлгі ақсақал үңгірде көбірек жасырыну үшін Алла осы су көзін берген екен. Археологтар тәңіршілдік дәуірінде осы жердің Умай-анаға табынатын ғибадат орны болғандығын айтады. Дәл осы жерде діни жоралғылар өткізілген және тұрғындар келіп Умай-анаға табынған. Ақиқатын уақыттың өзі анықтай жатыр. Поклоняться именно ей. Кто прав, рассудит время. Жартастың атын Бектау атаның құрметіне қойған. Ол өз дәуірінде адамдарға кеңес беріп, дәрілер жасаған. Адамдар оған келіп, мәселесін айтып, кез келген сұраққа жауабын алған екен. Бүгінгі күні де мұнда келушілердің қатары қалың. Әйелдер келіп тұрмысқа шығуын, балаларының амандығын, отбасылық бақытын сұрайды. Я вообще за экотуризм. Вот, всегда хотел, чтобы он развивался.
И поэтому хотелось бы именно, чтобы люди посмотрели нашу именно вот первозданную нашу. Жалпы мен экотуризмді қолдаймын. Сондықтан бұл бағыт барынша дамыса деймін. Саяхатшылар еліміздің әсем табиғатын көбірек көрсе, керемет болар У еді. нас очень много сакральных мест, и не нужны такие прям огромные расстояния. У нас, в принципе, можно в течение небольшого времени оказаться... Біздің әрбір мекенімізде тарих тұнып тұр. Киелі жерлер өте көп. Аз ғана уақыт ішінде елдің бірнеше өңірінде, түрлі сағат белдеулерінде болуға болады. Әрине, бізде мұндай туристік нысандарға қызмет көрсету тұсы әлі де дамытуды қажет етеді. Оны жолға қою үшін уақыт қажет екені түсінікті. Прекрасно понимаю, что всему надо научиться, всему есть... всему нужно время. Бұл үңгір ғасырлар бойы ерекше салынған. Ол туралы Қытай саяхатшысы Ғұн Шаньюйлері жылына 3 рет Лунци тауына барады. Ондағы қасиетті үңгірде аспан рухына көк атты құрбандыққа шалады. Билеушілер мен көсемдер мемлекеттік істер турасында пікір алмаса да, сонымен қатар дәл сол жерде түйе, ат жарыстарын тамашалайды деп жазған. Сөз жоқ, бұл тау көптеген құпияны қойнында бүгіп жатыр. Орта ғасыр тарихының кілті десе де болады. Жақын арада зерттеу жұмыстарының нәтижесі аймақты танудағы көптеген сұрақтарға жауап беруі мүмкін. Үңгір маңында үлкен тас бар. Сыртқы формасы жыланды еске салатын тастың ұзындығы 30 метр. Сондықтан оны жылан тас деп атайды. Вот мы сейчас находимся рядом с такой, скажем так, жемчужиной посреди степи Бектау-ата. Біз қазір жазық даланың інжу маржаны Бектау-атаның жанындамыз. Бұл жер турасында не айтасыз? Иә, қызық жер, көптеген адамдардың назарын аударады. Себебі тас жолдың бойында жатыр. Бірден көзге түседі. Мұнда әулие елінің көрікті жерлерін суретке түсіріп, жариялау ниетімен фотографтар келе бастады. Появилось такое желание. Сонымен бірге бұл жер зияратшылар арасында да танымдыққа ие. Бастысы көрікті табиғатымен және тарихи географиялық нысандармен ерекшеленеді. То есть это и природный, и такой историко-культурный объект одновременно. Күні бойы түсетін жарықтың әсерінен тау кескінінің өзгерісін тамашалауға болады. Кешқұрым құтты бір беймәлім планетада тұрғандай сезінесің. Мұның ғылыми негіздемесі бар. Палеозой дәуірінде аталған тау сілтемелерінде жанартау атқылаған. Нәтижесінде температураның төмендеуінен лава түрлі формада қатып қалды. Күнделікті кешкісін күн сәулесі тік түскенде тау сілемдерінің қызғылт түске енуі сол лаваның әсерінен. С точки зрения, я бы сказал, такого геологического туризма, это очень интересно. Здесь, кстати, очень много интрузий кварца. Геологиялық туризм тұрғысынан қарасақ, бұл жер өте ерекше. Көптеген кварц кен орындарының өзі көрік беріп тұр. Керемет көрініс. Фотографтардың назарын айрықша аударады. Тас жол жақын, әрі негізгі жол болғандықтан оңтүстікке, мәселен Тянь-Шань немесе Қырғызстанға бара жатқан ресейліктер көріп, осында келеді. Экспедициямыздағылар Бектау-атаны неліктен Қазақстанға қарағанда Ресейде көбірек білетіндігін сұрайды. Міне бұл Қазақстандағы көптеген көрікті жерлердің басты мәселесі. Оларды ел тұрғындарына қарағанда шетелдіктер көбірек білет. Но это, в общем-то, проблема многих казахстанских достопримечательностей, что их знают лучше за пределами страны. Таулар үлкен, көп қатпарлы бәлішті еске түсіреді. Алыстан қарағанда тау төбесіне шығу мүмкін еместей. Ал шын мәнінде тауға шығудың өзі бір рахат. Баспалдақпен көтеріліп бара жатқандай сезінесің. Ал шыңында ғажап көрініс көз жауын алады. Таудың ең биік тұсы теңіз деңгейінен 1500 метр биіктікте. Ең қызығы, жаңбырлы күндері тамшылар тау қатпарларына жиналып қалады. Ал күн шыққанда әлгі тамшылар сәулемен шағылысып үлкен жақұт іспетті жалтырайды. Говорят, что если проползти под этими камнями... Осы тастың астында тұрып, тілек тілесең міндетті түрде орындалады дейді. Аңыздың қаншалықты ақиқат екенін көрейік. Эх, өнер үшін не істемейсің? Правдиво. Чего не сделаешь ради искусства? И своего желания. Қызық оқиғаларды жаны сүйетіндер түрлі тастарды іздесе болады. Мұнда кварц кристаллы, топаз, мариона, тіпті тау хрусталіне дейін бар. Бізде уақыт тығыз, сондықтан бұл жоспарымызды келесі сапарымызға қалдырамыз. Я люблю путешествовать, люблю природу, люблю историю. Люблю все, что с ней связано, люблю природу очень сильно.
Но я Мен саяхаттағанды ұнатамын, табиғатты тамашалағанды жақсы көремін. Оларды көргенде өзімді танитындай көрінемін. Өйткені мен өзімді толықтай танимын деп айта алмаймын. как не я знаю сам себя, но я понимаю, что именно вот путешествуя, я открываю себя больше. Әр саяхатта өзім үшін жаңа дүниелер ашамын. Барынша кең ойлай бастаймын. Қызықты дүниелерді аңғара бастаймын. Маған өз ойларымды жазған ұнайды. Саяхат барысында керемет ойлар келеді емес пе? Фотоға түсірген ұнайды. Бір сөзбен, саяхаттың арқасында бойымдағы шығармашылық қабілетім оянады. И вот это внутреннее изучение себя я открываю через путешествие. Бізде елдің туристік картасын жасауға қажет бағыттар бойынша ақпараттар бар. Басты іргетасы тарих пен салт дәстүр. Сондықтан көптеген тәжірибелі саяхатшылар басты назарды осыларға арнау керектігін айтады. Сондай-ақ көрікті табиғи нысандар келушілердің үлкен таңданысын тудырады. Это уникально. Не каждая, скажем так, страна имеет, тем более там, как европейские страны. Мұндай көрікті жерлер европалық мемлекеттерде жоқ. Басты артықшылығымыз ұлттың өзінде, нақылдығы, экотуризмде. Неліктен Қырғызстанға туристер көптеп барады? Себебі онда өркениет деңгейі төмен болғанмен, төл мәдениеті жоғары деңгейде сақталған. Потому что там минимум цивилизации, но максимум вот местной аутентичной культуры. Туристер киіз үйді, көшпенділер жайлауын көреді. Жалпы велосипедпен жүріп, көшпелі өмірмен танысады. Бұл үдеріс бізде де бар, дегенмен аз. Ал Қазақстанның әлеуеті бұл салада өте жоғары. Потенциал, как бы, на самом деле, потенциал у Казахстана огромный. Бектау ата жерінің көптеген аңыздармен байланысты екенін айтып өттік. Мистиктер тіпті тау басында белгісіз объектілердің ұшып жүретіндігін айтады. Айтпақшы, жақын маңнан тасқа айналған табан іздері де табылған. Әлгі іздер бойы шамамен 10 метрге жуықтайтын адамға тиесілі екенін белгілі болды. Бұл деректерге сену немесе сенбеу өз еркіңізде. Бір нәрсе анық, мұнда келіп фотосессия жасау керек. Суреттер сіз күткендей шығады. Для фотографов, да, здесь просто чудесные картины. Это, вообще по факту это... Фотографтар үшін бұл жер ғажайып сурет іспетті. Шын мәнде бұл жанартаулық құрылым, тіпті жанартауда емес, Плутон деп аталады. Мұны атқылауға шақ қалған жанартау деуге болады. Тау сілемдерінің аяқталатын тұсында арнайы белгіні көресіз. Демек, магманың жарылу мүмкіндігі жоғары болған. Сондықтан мұндағы тастар міне мынадай үлкендіктен бастап ені 1 метрге дейін жетуі мүмкін. Метровой ширины. Они могут буквально через всю гору проходить. Жартастар арасындағы кейбір жерлерде шағын ғана жазықтар бар. Көктемде олар қар және жаңбыр суымен толады. Осы секілді көлшіктерді тау шыңнан да көресіз. Олар тіпті ең ыстық ауа райының өзінде кеуіп кетпейді екен. Вокруг Бектау очень много есть археологических памятников. Бектау ата айналасында археологиялық ескерткіштер көп. Таудың өзі ландшафтты түсіру кезінде ерекше көрінеді. Жылдың әр мезгілінде әрқалай. Есть очень много, скажем, локаций, которые в каждом... Ауа райына байланысты өзгеріп отыратын түрлі жерлер де бар. Ал кеңес одағы кезінде онда пионерлердің лагері болған. Сондай-ақ Балқаштан келетін жастар мен ересектер де осы тауларда демалады. Пионерские лагеря, то есть с города Балхаш и дети, и взрослые отдыхали в этих горах. Ұлы жібек жолы кезінде Бектау тауы солтүстік пен оңтүстікті байланыстыратын негізгі нүктелердің бірі болған. Мұнда үлкен және шағын елді мекендер пайда болған. Бұған мұртқа ұқсас тау қоршаулары бар қорымдар дәлел. Оларды археологтар да мұрттық қорғандар деп атаған. Негізінен бұл жерде өз заманындағы атақты адамдар жерленген. Кей қорғандардың мұрты 200 метрге дейін жетеді. Дегенмен барлық қорымдар әлі толық зерттелмеген. Бәлкім алдағы уақытта Бектау атаның тағы бір құпиясына куә болып қалармыз. Мұндағы басты архитектор табиғаттың дүлей күші. Бұл жердегі керемет пейзаж күн мен желдің арқасында пайда болған. Яғни табиғи құбылыстардың нәтижесінде дәл зергерлер секілді осындай керемет жартасты қалыптастыруға ұзақ жылдардың кеткені айтпаса да белгілі. Біз ұсынған байқау жайлы ұмытпаңыздар. Қазақстан бойынша жасаған саяхатыңызда түскен фотоңызды Across the Kazakhland хэштегімен әлеуметтік желіге салып, бағалы сыйлықтарды ұтып алу мүмкіндігіне ие болыңыз.
Другие же говорят, что камни желания — это вот эти два. Тұрғындардың айтуынша тілек тасы деген мына екеуі. Ал көздегеніңіздің орындалуы үшін осы екі тастың ортасына өтіп тілек айту қажет. Ал біз армандарымыздың толықтай орындалуы үшін екі түсінік бойынша да тілек тілеуді жөн санадық. Удачи. Бектаудың табиғаты керемет. Оның айналасында Қазақстанның қызыл кітабына енген сирек кездесетін өсімдіктер бар. Соның бірі Бектау ата тиын тағы. Ал жалаңаш жартастарда арша өсетінін байқауға болады. Кей жерлер мүкпен жабылған. Жалпы бұның барлығы тірі табиғат емес, талантты суретшінің қолынан шыққан туынды секілді көрінеді. А вообще, когда они образовались? Жалпы, бұлар қашан қалыптасқан, оның белгілі уақыты бар ма? Жазық далада жалғыз бір тауды көрудің өзі таңғаларлық. Честно говоря, я не геолог. Мен геолог емеспін, сондықтан айта алмаймын, бірақ әдемі әрине. Но красиво, конечно. Да, это красиво. И вот по поводу еще одной... Иә, жергілікті туризмнің тағы бір ерекшелігі ретінде мұны үңгірді айтуға болады. Біреулер оны жай әулие ата деп атаса, басқалары Атабек не Амангелді үңгірі дейді. Пещерой Атабека, кто-то называет ее пещерой Амангельды. Но суть одна. Это пещера, которая с древних времен... Әрине, бұл жерде өзге үңгірлер секілді. Умай анағы ғибадат ету рәсімін жасайтын ғибадат орны болғандығы белгілі. Строение человеческих органов, она, в частности, женских в данном случае. Вот, поэтому древние люди, у которых на эту тему не было никаких совершенно комплексов, они в эту пещеру приходили для того, Ал қазір біраз жері адам қолынан зардап шеккендіктен үңгірлердегі суреттер жайлы айту қиын. Дегенмен кейбір суреттер ғалымдарды ғибадат ету рәсімдері осында жасалған деген ойға әкелді деп ойлаймын. Что-то разглядеть, но я полагаю, что именно какие-то рисунки на стенах навели ученых на мысль о том, что там проводились эти самые обряды. Вот. Хорошо. Сізге рахмет. Біз бұл тауларды жақынырақ зерттейміз. И мы, конечно, сейчас поближе изучим эти горы. Спасибо вам. Сәттілік тілеймін. Мұнда барлық жерден тау шөптері мен бұталардың иісі мүңкіп тұр. Қарақат, итмұрын, ырғай және тобыл хош иісі бар. Адамдар осы жидектерді теру үшін жиі келеді. Ерекше фаунаны да атап өту керек. Мұнда сирек кездесетін қосаяқ мекен етеді. Егер жолымыз болып жатса, суретке түсіріп үлгерерміз. Бұл мекенге аңшылар да жиі келеді. Себебі тауда түлкі, қасқыр, қарсақ және арқарлар бар. Сондай-ақ ақбөкендер де жүреді. Бірақ оларды аулауға қатаң тыйым салынған. Өйткені бұл жануарлардың жойылып кету қаупі бар. Орнитология әуесқойларына орман кептерін, мысық торғай мен бұлбұлдарды бақылауға керемет мүмкіндік бар. Таудың басты әнші құсының әуендері бүкіл жерге естіліп, саяхаттап келген жандардың таңданысын тудырып жатады. Жыл сайын Бектау ата тауының құпиялары жүздеген туристердің, романтиктердің, тіпті ғалымдардың қызығушылығын тудырып келеді. Жолға шықпас бұрын масаға қарсы дәрі алуды ұмытпаңыз. Көктем мен жазда олардан құтылу мүмкін емес. Бұл жерде су бар, дегенмен ауыз суды қаладан қамданған дұрыс. Қонуға келсеңіз, жылы заттар қажет болады. Бұл жер жаздың өзінде суық. Тағы бір маңызды дүние бар. Тауға шығып, еркін қимылдау үшін ыңғайлы аяқ киім алыңыз. Міне, осы кеңестерге құлақ түрсеңіз, сіздің демалыстағы көңіл күйіңізді ештеңе бұза алмайды. Сарыарқаның көрікті жерлері жүздеген шақырымға созылып жатыр. Атап айтсақ, шығыстағы Қарқаралы, Кен, Қызыларай тауларынан бастап, батыстағы Ұлытау тауы мен Теңіз көліне дейін созылып жатыр. Оңтүстігі Бетпақ дала шөлінен басталып, солтүстіктегі Есіл жағасына дейін жалғасады. Бұл жерде табиғат айрықша марапаттаған. Кеткім келмейді, дегенмен уақыт күтпейді, бірақ міндетті түрде ораламыз. Ал біздің сапарымыз жалғасады. @ZKZakhland хэштегі арқылы біздегі соңғы жаңалықтарды әлеуметтік желі арқылы бақылап отырыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Өзіңіздің қызықты саяхатыңыз туралы айтыңыздар. Біз әрі қарай кеттік. Сәлден соң қайта жолығамыз.